Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге дефис тақырыбын түсініп алатын боламыз. Мында тұр, келген жерде кідіріс жасалмайды. Яғни, бұл біз дефисті немен салыстырамыз? Сызықшамен. Бізде көп оқушылар сызықша мен дефистің қай кезде қалай айтылатынын білмей жатады, иә? Мысалы, мына мысалды көрейікші. Арман студент, ата-ана. Мынау бір сөйлем, арман студент деген. Қараңыздар, бұл бір сөйлем. Бұның арасындағы сызықшаға мән берейікші. Қандай болып тұр? Ұзын болып тұр, иә? Ұзын. Ал керісінше, мына жерде ата-анада қысқа болып тұр. Демек, сантиметріне қараңыздар. Бұның арасында, бұл сөйлемде арман студент арасында бір кідіріс бар. Яғни біз оны айтқан кезде демалып айтамыз. Ал ата-ана деген кезде ол ата-ана. Біз оны ата-ана деп айтпаймыз, иә? Демек, ол айтылған жерде кідіріс жасалмаса, сызықша секілді сөйленің мазмұнына еш әсер етпейді. Яғни арман студент бұл жерде ой сөйлемге кәдімгідей қатысы бар не болса, ал дефисте барлығы қос сөздердің арасында бірнеше түрлеріне кездесіп отырады. Бізде міне мысалы қос сөз бұл ата-ана. Сызықшадан қысқа болады, міне сызығын айттық. Оны біз көбінесе дәптерге жазған кезде соны ескеруіміз керек. Мысалы, мынандай сызықша кезінде ұзын болса, дефис одан қысқа ғана болады. Енді қандай жағдайда қойылады? Ол екі сөзден тұрған ғылыми дәрежелерде, мамандықтарда. Ғылыми дәреже мамандықтарда, мысалы, батыр ұшқыш. Бұл мамандық, немесе бір лауазым дәрежені айтып тұр, батыр деген лауазым, ұшқыш деген мамандық. Осындай батыр ұшқыш деген екі лауазым қатар келген кезде біз дефис қоямыз. Немесе қос сөздер, мысалы, мына ата-ана, ел жұрт, алай-дүлей, қайталама қос сөз, мысалы, өте-өте кішкентай, өте-өте дегендердің барлығында бізде дефис қойылады. Және ақ, ау, мысды. Мысалы, оны қай кезде қолданады? Көбінесе шығармаларда, мысалы, ол айтадымыз, сондай әңгімені айтадымыз. Мыс дегені сияқты деген мағынаға жуықтап келеді. Келмеді-ау. Мысалы, ол сабаққа келді ме, келмеді ме? Білмедім, ол келді-ау немесе келмеді-ау. Болжап айтатын болса, осылардың барлығында арасында не қойылады? Осындай дефис қойылады. Немесе реттік сан есімдер. 5 арасында дефис тұр, бұны сызықша демейміз, дефис деп айтамыз. 5-ші жыл, 7-ші рет. Реттік сан есім бізде ыншыны білдіреді. Сол үшін бізде мынаның арасында дефисті 5-ші жыл дейміз. Ал жай ғана бір 5 жыл десе, арада 5 жыл өтіп кетті, мысалы. 5 жыл десе, арасына дефис қойылмаса 5 жыл деп оқылады. Ал олай болмаса, жай ғана 5-ші жыл. Дефис тұрса 5-ші жыл, болмаса жай ғана 5 жыл деп оқылады. Сөзді тасымалдағанда, яғни біз бір жолдың бөлігіне сыймай қалғанында біз келесі жолға тасымалдаймыз, иә? Мысалы, мектеп, мына жерге келіп қалды, мек. Не істейміз? Мына жерге дефис қоямыз, сызықша емес, дефис деп аталады. Мек, сосын мына жаққа талдаймыз, теп деп. Түсіндік пе? Және күшейткіш буындар. Мысалы, мына адам өте әдемі екен. Бұл өте әдемі емес, жоқ, бұл әп-әдемі. Көрдік пе? Оны күшейтіп айтып тұр. Немесе мынау түс ақ екен. Бұл ақ па? Жоқ, бұл аппақ екен. Яғни бұл ақтан да аппақ деген сөз. Сондай жағдайларда, мысалы, біз дефис қоямыз. Жап-жақсы, сүп-сүйкімді, тәп-тәпті екен. Тәтті емес, бұл тәп-тәтті. Өзіміздің эмоциямызды білдірген кезде қолданатын күшейткіш буындарды айтамыз. Екі сөзден тұратын фамилияларымыз Әл-Фараби, Салтыков, Щедрин. Бұның барлығы бізде нені келтіреді? Әдеби шығармалардағы кейіпкерлердің аттарында, аты жөндерінде келіп жатады, иә? Сол үшін біз осылай атаймыз. Жақсы, келесі. Біз дефистің қай кезде қойылып, қай кезде қойылмайтындығын есімізде сақтап қалайық. Мысалы, мұндай сандарға бізге қосымша ке, нан деген сөздер қосымшалар жалғанатын болса, арасында міндетті түрде біз дефис қоямыз. Ал реттік сан есімдердің орнына, мына реттік сан есім дегеніміз біздің ыншы, інші, нышы, ніші, біз дене шынықтыруда бірінші, екінші деп сапқа түзілгенде саналамыз ғой. Сол сияқты ыншы, інші деген жалғауды мына дефис көрсетеді. Мысалы, 6-шы сынып, 5-ші қатар, 20-шы есеп, 123-ші мектеп арасына дефис қойылады. Ал егер дефис болмаса, бұл жай ғана 120-ші мектеп. Яғни бұл жерде 120-ші мектеп деген ой мен 123-ші мектеп деген ойдың арасындағы екі түрлі айырмашылық бар, иә? Мысалы, ол 20 есеп шығарды десек бөлек, ал ол 20-ші есепті шығарды десек, ол 20-ші есепті шығарды деген сөз, иә? Соны есімізде сақтайық. Ал енді дефистің қойылмайтын жағдайларда болады, балалар. Ол жерде де көбіне шатасып жатады. Мысалы, мұндай цифрларда араб цифрымен келген осындай рим цифрларында біз қоймаймыз екен. 4-ші сынып,
яғни бұны біз осылай айтамыз, бірақ мысалы 6-шы сынып дегенде қойып тұр ғой, өйткені бұл сан өзіміздің төл сандарымыз, ал мұнда рим цифрымен берілген сандарда біз қоймаймыз. Немесе 20-шы ғасыр, бұның арасына былай дефис қойып қоюға болмайды екен. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Кішігірім ойын ойнап көрейік. Біз қай жерде қойып? 2,5. 2,5 біз арасында қоямыз ба, қоймаймыз ба? Сонымен 2,5 арасына қоймаймыз. Дефис қойылмайды. Себебі бұл екеуі екі бөлек жазылатын сөз. Осындай дефис. Келесі сап-сары. Бұл жерде қойылып тұр, я? Қойылып тұр, демек бұл жер бұл дұрыс болады. Себебі сары емес, бұл сап-сары деп күшейтіп айтып тұр. Бұл жауап дұрыс болады бізде. Келесі. Да, қараңыздар, бұл бізде рим цифрымен берген. Біз рим цифры болса не істейді дедік? Дефис қойыла ма, қойылмай ма? Мен сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Қойылмайды, бұл жерде қойып қалған, демек бұл бұрыс. Бұрыс. Жақсы. Келесі. Ата-ана. Бұл бізде жай ғана қос сөзден жасалған, сондықтан бұл не болады бізде? Бұл бізде дұрыс, яғни арасында дефис дұрыс болып тұр. Жақсы. Келесі. Әдемі-ай. Біз айттық, ақ, ау, ай қосымшаларына келетін болса, арасында не болады дедік? Дефис болады дедік. Демек, бізде дұрыс жауап. Келесі. Сап-сары, қараңыздар, сап-сары. Бұл күшейтіп айтылып тұр. Бізде дефис қою керек, бірақ бұл жерде не істеген? Қойылмаған. Демек, бұл жауап бізде бұрыс болады. Яғни дұрыс емес. Бұрыс дегеніміз біздің дұрыс емес деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ біз бағана айттық, ақ, ау, ай деген қосымшалар болатын болса, арасына дефис қойылады. Қысқа ғана дефис бұл бізде дұрыс болып саналады. Келесі. Өп-үлкен. Жай ғана үлкен емес, өп-үлкен. Күшейтіп айтып тұр, я? Арасында дефис қойылған, демек бұл жауап дұрыс. Және келесі. Көкала. Қараңыздар. Бұл жерде дефис қойылмайды. Неге? Өйткені көкала бұл жай ғана бөлек жазылатын сөз. Сондықтан бұл бізде болады екен болар. Сіздер де менімен бірге тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын, балалар. Ана тапсырманы тап-таза. Арасында қойылу керек бізде дефис, я? Бұл қойылмаған, демек бұл бізде болады. Мінекей, балалар, осымен барлығын орындап болдық. Болды ма сіздерге? Егер тақырып түсініксіз болса, тағы да түсінбей жүрген тақырыптарыңыз болса, маған комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.